Мінекей бүгін Kia Sedona дейтін машинаны көрсетпекшімін сіздерге. Бұл машинаны да сатуға шығарып тұр. Қазір иесі қасымда, машинасын мән-жайын, жағдайын бәрін айтып түсіндіреді. Қазір сыртын көрсетіп алайын сіздерге. Сыртқы жағдай, сыртқы күйі осындай. Бұлай жаман машина емес. Жақсы машина. Енді неше адамдық? 7 адамдық па? 8 адамдық па? 7 адамдық шөпірмен. 7 адамдық шөпірмен 7 адамдық дейді. Семейный машина, семьяны салып алып, бала шағаны салып алып, мында қыдыруға, қалада айдауға. Так, 2000 неше дейсің? 2008. 2008 жылғы Kia Sedona деген машина, да? Kia Sedona, сборка американец, газ, бензин. Газ, бензин бар. Газ документпен салған ба? Иә, сертификаты бәрі бар. Алдында не сияқты да, ана кіші кім сияқты? Эстима сияқты. Так, сосын американский сборка дейсің ба? Американский сборка, объем 3.8. 3.8, так, рулі мінекей кәдімгідей сол жағында. Заводской левый руль. Заводской левый руль. Перекидка. Оған да мән беру керек, көрермендер. Заводской левый руль дегенге көп перекидка болады ғой. Ол перекидка емес, кәдімгі өзінің заводской екен. Мінекей салонның жағдайы, жай күйі осы, таптаза іші. Капитанский сиденье ортасында. Капитанский сиденье деген екен мінекей. Ортасында не жоқ, әр адам жеке бөліп отырады деген сөз ғой да? Капитанский сиденье деген. Ішінде мына ненің бәрі жасап тұр, панельдердің бәрі. Радио, не бәрі. Екі двухзонный пеш, двухзонный кондер. Кондеры бәрі жасап тұр, пеші де жасап тұр. Алдыңғы екі дөңгелегі новый, летний, кеше салып. Артқысы енді былтырдан қалған. Линза қондырылған, айтпақшы, билет. Линза? Линза деген қай жер? Билет, фарға. Фарна линза қондырылған. Түнде сұмдық жарық қылады дейді алайын. Аппақ сүттей жарық қылады дейді. Бірақ енді мынаны нөмірі Армения, бұны қалай ауыстырады? Заводской Армения, учетқа отырады, 1 сентябрьге дейін кірген. Дейін кірген, да? Документі бәрі бар, келіп тұр, да? Спокойно қазаққа отырады. Сол, маңыздысы сол ғой, жалпы адамдардың сұрайтыны. 1 сентябрьге дейінгі кірген ба, кірмеген ба, соны сұрайды ең бастысы. Так, енді бағасына келейік. Бағасы 4 миллион 200, саудасы бар, келісеміз, хабарласыңыздар. Ал 4 миллион 200 дейді. 4 миллион 200-ге енді тұрады деп ойлаймын. Енді басқа жерлерде, базарлардан көріп жүр ғой, бұндай машиналарды енді сұмдық қымбат бағалар сұрап тұрған. Бүгін 4 миллион 200 дейді, саудасы бар дейді. Енді оны телефон нөміріне хабарласасыздар, осы қазір осы көліктің иесінің телефон нөмірін айтамыз. Айта қойшы. Так, 8705 841 9351. Осы нөмірге хабарласып, әрі саудаласасыздар. Әкел деген жерге апарып бере аласыз ба мысалы? Үстіне де қосса апарып береміз ғой, келісімге байланысты. Өздерің келісесіңдер ғой, қай жерге әкеліп бер дейді, соған байланысты. Мотор жағын қыздырып көрсетеміз бе? Проблем жоқ. Сал. Машинаны қыздырып қойды. Капоты мінекей осындай, сыртынан көрсетіп жатқан түсетін адамдар өздері мотордан бір қарап көреді, қандай мотор, не мотор екен. Мен мотордың жағдайын көп түсінбеймін, сосын осылай видеодан көрсетіп жатқан көрермендерге. Осы тұрған. Коробкасы қандай? Автомат па? Автомат, беступка. Коробка автоматында ешқандай проблема жоқ, моторда да проблема жоқ ешқандай. Круиз контроль бәрі бар. Мильмен есептеледі. Қанша жүрген айтпақшы? 240 мың миль болып тұрған сияқты қазір. Ол километрмен қалай болады? Білмеймін, 1.6-ға көбейтеді ғой енді соны. 240 мың миль, да? Иә. Соны 1.6-ға көбейтсе шығар. Жағдайы осы көліктің. Хабарласыңыздар, көріңіздер. Алатын болсаңыздар, мана айтылған телефонға. Алатын болса, баратын жерге апарып беремін дейді. Басқа да сұрақтарыңыз болса, сол телефонға хабарласып біліңіздер.